Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге кезекті мәрте халықаралық жаңалықтарды ортаға салатын боламыз. Бұл жолы Украина мен Ресей емес, бұл жолы әлемнің өзге мемлекеттері, нақтылап айтатын болсақ, екі Кореяның арасында қақтығысқа байланысты аз кем ақпарат беруге рұқсат етіңіздер. Бүгін, яғни 26 желтоқсан күні 2022 жылы, солтүстік Кореяның барлау дрондары көршілес идеологиялық қарсылас ел саналатын оңтүстік Кореяның аумағына кіріп барлау жұмыстарын жүргізген, ел шекарасын бұзып өткен. Тіпті 5 дронның біреуі Сеул маңына дейін жеткен жайлы ақпарат бар. Әрине, өзінің әуе кеңістігін бұзған қарсыластың дрондарын тоқтату мақсатында оңтүстік Корея әуеге ұшақтарды көтеріп, зымыранға қарсы жүйелерді, әуе қорғаныс жүйелерін іске қосқан. Нәтижесінде солтүстік Кореяның бірнеше дронын құлатқан, бірақ бір дрон Рёнхап ақпараттық агенттігіне сенетін болсақ, солтүстік Корея аумағына кіріп үлгерген көрінеді, яғни барлау жасап, қайтадан өзінің әскери базасына қайтып оралған көрінеді. Міне осы операцияларды жүзеге асыру барысында оңтүстік Кореяның жеңіл жойғыш ұшағы К-1 деген ұшақ апатқа ұшырап, Сеулден 140 шақырым жерде құлаған, ұшқыштар дін аман. Бұл ұшақ техникалық ақаулардың әсерінен құлауы мүмкін. Ұшақтың не себептен құлағаны жайлы оңтүстік Корея нақты ақпарат берген жоқ. Алайда К-1 ұшағы, оңтүстік Кореяның ұшағы солтүстік Корея аумағына немесе шекара маңына жақындамаған, сондықтан да ұшақ бәлки техникалық ақауларға байланысты құлауы мүмкін деген болжамдар айтылуда. Бұл өте қауіпті бір инцидент болды деп айтсақ болады, себебі екі Кореяның арасындағы жағдай онсыз да мәз емес. Екі Кореяның арасындағы геосаяси қақтығыс пен әскери жаңағы бір-біріне сес көрсету 2022 жылы арта түсті. 2022 жылы солтүстік Корея соңғы 5 жылда жасамаған зымыран сынақтарын жасап, оңтүстік Корея бағытында және Жапония бағытында бірнеше зымырандарды, қанатты зымырандарды сынақтан өткізген жақсы білесіздер. Яғни Корей түбегіндегі жағдай қазір өте ушығып тұр деп айтсақ, қателеспеген болармыз. Екі Кореяның арасындағы жауластықтың болып келе жатқанына міне бәленбай жылдың 100-і болды. Нақтырақ айтатын болсақ, 70 жылдан асты. 1950-1953 жылдары екі Корея қиян-кескі соғысты. Бұл тек қана екі Кореяның арасындағы соғыс емес, бұл социалистік және капиталистік лагерлердің арасындағы шайқас болды деп айтсақ болады. Себебі бұл соғысқа Біріккен ұлттар ұйымы ресми түрде қатысып, оңтүстік Кореяны жақтаған болатын. Ал енді солтүстік Кореяны жақтаған коалицияға, тарихта ол коалиция солтүстік коалиция деп аталады. Міне осы коалицияға адами тұрғыдан, әскери тұрғыдан солтүстік Корея, КСРО және Қытай қатысты. Бұл соғыстың салдарынан 3 жылдың ішінде миллиондаған бейбіт тұрғын қаза тапты. Соңғы ақпараттарға сенетін болсақ, 3,7 миллион адам қаза тапқан, бірнеше миллиондаған адам босқын атанды. Екі Корея 38-ші параллельдегі сызықта бөлініп, әлі күнге дейін идеологиялық тұрғыдан жауластықты жүргізіп келе жатыр. Бір қызығы, екі Кореяның арасында ешқандай да бейбіт келісім жасалған жоқ. 1953 жылы 27 шілдеде екі Кореяның арасында ұрысты тоқтату туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл бейбіт келісім емес. Демек, екі Кореяның арасында ешқандай бейбіт келісім жасалмаса, соғыс аяқталған жоқ деген сөз. Екі Кореяның арасында әлі күнге дейін формальды тұрғыдан алып қарайтын болсақ, соғыс жалғасын тауып келе жатыр. Себебі ешқандай да соғысты аяқтау туралы құжат жоқ, тек ұрысты аяқтау туралы ғана құжат бар. Екі Кореяның соғысы әлемде үлкен өзгерістер жасады сол кезеңде. Мысалы, Қытайдың тарапынан оңтүстік Кореяға қарсы соғысып, солтүстік Кореяны қолдаған 500 мыңнан астам сарбаз қатысты. Ресми деректерге сүйенетін болсақ, 180 мыңға жуық Қытай сарбазы қаза тапқан. Кей деректерде Қытайдың 1 миллионға жуық сарбазы осы соғысқа қатысты деген ақпараттар бар. Әйгілі Қытайдың көсемі саналған Мао Цзедунның баласы да осы соғыста қаза тапты деген мағлұматтарды кездестіріп жатамыз. Яғни Қытай бұл соғысқа барынша қатысқан, солтүстік Кореяны барынша қолдаған мемлекет саналады. Әлі күнге дейін Қытай Пхеньянды қолдап келе жатыр. Және Қытайды үлкен аға деп солтүстік Кореяның атайтыны да сондықтан. КСРО да бұл соғысқа барынша қатысты. Енді КСРО да солтүстік Корея соғысына қатысушы, көбінесе олар кәріс сарбаздарын дайындау, Кореяға қару-жарақ беру, Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан оңтүстік Кореяны қолдап соғысқан сарбаздардың әскери техникаларын қолға түсірген жағдайда оларды зерттеу, КСРО-ның өзінің пайдасына байланысты сол қаруларды зерттеп, зерделеп
жаңа қару түрлерін жасап шығу сынды осындай түрлі операцияларды жүзеге асырды. Бірақ соғыс аяқталғаннан кейін үлкен бір өзгерістер болды. Себебі бұл соғыстың нәтижесі әлемдегі геосаяси өзгерістерге әкеліп соқты. Мысалы айтатын болсақ, дәл осы аймақта Америка құрама штаттарының саяси белсенділігі артты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка мен Жапонияның арасында Америка Жапонияны оккупациялап алса да, екеуінің арасында келісім жоқ еді. Корея соғысынан кейін екеуінің арасында келісім болды. Келісім жасалды және Жапония жерінде Америка құрама штаттарының әскери базалары орналастыра бастады. Олардың саны артты. Корей түбегінде жаңағы Америка құрама штаттарының бітімгерлік күштері орналастырылды. Қазіргі уақытта Корей түбегінде, оңтүстік Кореяда Америка құрама штаттарының көптеген әскери базалары бар. Бұның барлығы осы аймақта Америка құрама штаттарының әскери потенциалының артуына, әскери ықпал ету күштерінің артуына әсер етті. Қытайға да бұл соғыс сол кезеңде 50-53 жылдар аралығындағы соғыс үлкен өзінің әсерін тигізді. Нақтылап айтатын болсақ, Қытай мен КСРО-ның арасында бірқатар салқын саясат пайда бола бастады, қарым-қатынас суи бастады. КСРО-ның айтуы бойынша Қытай сарбаздары алдыңғы шепке соғысқа аттанып көптеген әскери шығын болды дегенде осындай бір сол кезеңде айыптаулар болды. Сөзсіз бұл айыптаулардың соңы КСРО мен Қытайдың арасындағы саяси текетіреске дейін әкеліп соқтырған жағдайын біз кейін көрдік. Мысалы, оңтүстік Корея тарапынан қолға түскен, тұтқынға түскен сарбаздарды алмастыру процестері болды. Дәл сол сияқты солтүстік Корея тарапынан да оңтүстік Кореяға түскен тұтқындармен алмасу процестері болды. Міне осындай кезеңде 15 мыңға жуық Қытай сарбазы оңтүстік Кореяға тұтқынға түскен екен. Міне осы тұтқынға түскен Қытай сарбаздарының тең жартысы 1954 жылы Қытайға емес, керісінше Тайуанға кетуге шешім қабылдап, 1954 жылы олар Тайуанға барды. Бұл күнді Тайуан билігі бұл уақытты идеологиялық тұрғыдан Қытайды жеңу деп атады және халықаралық дәрежеде азаттық күнін атап өтеміз деп осындай бір үлкен символикалық идеологиялық маңызға ие шара ретінде атап өткен болатын. Яғни Корея түбегіндегі соғыс геосаяси тұрғыдан алып қараған кезде оңтүстік шығыс Азия елдеріне өте үлкен бір ықпал етті. Америка құрама штаттары бұл соғыста айтарлықтай шығынға ұшырады. 38 мыңға жуық Американың сарбазы қаза тапты. Бірақ Америка тарихында бұл көп айтыла бермейді. Вьетнам соғысы көп айтылады. Екінші жаһан соғысы көп айтылады. Бірінші дүниежүзілік соғыс көп айтылады. Бірақ Корей соғысына байланысты көптеген ақпараттарды, мағлұматтарды Америка алаңында, қоғамда көп айтпайды. Сондықтан да Американың тарихшылары бұл соғысты кейде ұмытылған соғыс, тарихтың тұманында қалған соғыс деп атап жатады. Корей соғысы ол әсіресе осы Америка құрама штаттарында көп айтылмайтын соғыстардың бірі, қақтығыстардың бірі ретінде қалып қоюда. Дегенмен бұл соғыс Америка құрама штаттарына да өте үлкен әсерін тигізді. Біріншіден 38 мыңға жуық адамның қаза табуы Американың өзінен алыс қашықтықта орналасқан аймақтарда ұрыс жүргізу тактикасын өзгерту қажет екенін көрсетті. Екіншіден Американың авиациясын жаңа деңгейге көтеру, Американың қару-жарақ деңгейін жаңа деңгейге көтеру, Американың өзге де әлемдегі одақтастарын барынша жаңа қару-жарақ жасау және жаңа ұрыс тактикаларын иемдену стратегиясына қарай бағыттау жұмыстарын жасау қажеттігін көрсетіп берді. Енді бұл тарих болғандықтан осындай бір кішігірім шолу жасау қажет шығар. Қазіргі таңда екі Кореяның арасындағы соғыс болып кеткен жағдайда ол әлемге қалай әсер етеді? Біріншіден сөзсіз ол экономикаға үлкен соққы. Неге? Себебі оңтүстік Корея қазіргі уақытта әлемдегі экономикалық тұрғыдан әлемді алға жылжытушы мемлекеттердің бірі саналады. Сөзсіз ол Америка құрама штаттарымен одақтастық саясатының негізінде алға жылжушы, дамушы моделі құра білді. Қазіргі уақытта енді оңтүстік Корея жоғары технологияларды игерудің және оны алға жылжытушы мемлекеттердің бірі саналады. Соғыс болған жағдайда әлемге дәл осы жоғары технологияларды дамытушы бір мемлекеттен айырылып қалады. Ол сөзсіз әлемді цифрландыру саясатына әсіресе үлкен бір өзінің кедергілерін келтіретін еді, тигізетін еді. Екі Кореяның арасындағы сөзсіз болуы мүмкін ықтимал соғыс оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің жаппай қарулануына әкеліп соқтырады. Ол ең біріншісі осы аймақтағы Жапония, осы аймақтағы Малайзия, Филиппин, Қытай және тағы да басқа мемлекеттерді айтсақ болады. Қазірдің өзінде бұл мемлекеттер жаппай қарулану саясатын алдыға
алып келе жатыр, милитаризация саясатын ұстануда. Ал енді екі Кореяның арасында соғыс болатын болса, ол саясат тіпті өршіп үдеп алға қарай жылжып кететін еді. Екі Кореяның әскери потенциалын салыстыратын болсақ, солтүстік Кореяның сарбаз саны 1.200.000 ашық деректерде, оңтүстік Кореяда 600.000, солтүстік Корея артиллерия, танк, ұшақ, субмарина, яғни сүңгуір қайықтар жағынан оңтүстік Кореяға қарағанда саны жағынан 2 есе артықшылыққа ие деп айтсақ болады. Мысалы, танк жүйесінде солтүстік Кореяда 5.000-ға жуық танк бар, оңтүстік Кореяда ол керісінше 2.500-ға жуық танк бар. Солтүстік Кореяның ұшақтарының саны 500-ге жуық, оңтүстік Кореяның ұшақтарының саны одан аз, 410 деген ақпарат бар. Бұның барлығы ашық дерек көздер, бірақ сан мен сапаны салыстыра алмаймыз. Солтүстік Кореяның қару мен техникасы ол өте ескі, кеңестік кезеңнің сонау техникалары. Мысалы, солтүстік Кореядағы негізгі танктер саны жағынан ол Т-55 және Т-62 танктер саналады. Ал оңтүстік Кореяда жаңа танктер, олар К1 жаңа танктері. Сондықтан әскери тұрғыдан алып қараған кезде, модернизациялық жаңалық тұрғыдан алып қараған кезде басымдық оңтүстік Корея деп айтсақ болады. Ұшақтар тұрғысынан да дәл сондай. Мысалы, солтүстік Кореяның негізгі ұшақтары ол МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 сынды ескі кеңестік кезеңнің ұшақтары болса, оңтүстік Кореяда F-16 ұшақтары, ол батыста ескі саналады, бірақ оңтүстік Кореяның негізгі ұшақтарының бірі ол F-16 саналады. Ал биылдан бастап оңтүстік Корея Америка құрама штаттарынан F-35 ұшақтарын сатып алуға тапсырыс берді. Қазіргі уақытта 40 данасы 26 жылы келіп жетеді деген ақпарат бар. Оңтүстік Кореяның саны аз болғанымен, техника тұрғысынан, адам тұрғысынан, резерв тұрғысынан, адами резерв тұрғысынан оңтүстік Кореяның саны солтүстік Кореяға қарағанда басым. Бұл екі елдің халқының санына да байланысты, яғни демографиясына байланысты. Және оңтүстік Кореяның бюджеттік мүмкіндігі өте жоғары. Оңтүстік Корея бай мемлекет саналады, солтүстік Корея кедей. Өздеріңіз жақсы білесіздер, азық-түлік табудың өзі өте бір үлкен мәселеде тұрған мемлекет. Және бұл жерде тағы бір айта кететін мәселе ол халықаралық рейтинг. Әрине, халықаралық рейтинг айтарлықтай бір негізгі көрсеткіштер болып табылмайтынын 2022 жылғы Украина Ресей арасындағы соғыс көрсетіп берді. Ресей халықаралық рейтингте 2-ші орын, Украина 22-ші орын, ал ұрыс даласында екеуі бір-біріне тең дәрежедегі мемлекеттерге ұқсас ұрыс жүргізуде. Ал енді дегенмен де осы рейтингке сүйенетін болсақ, оңтүстік Корея әлемдік рейтингте 6-ші орында тұрған мемлекет, қару-жарақ деңгейі бойынша, бюджет деңгейі бойынша және ұрыс жүргізу тактикасы деңгейі бойынша. Ал солтүстік Корея 30-ші орында тұрған мемлекет, сондықтан екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар деп айтсақ болады. Бұл санға қарағанда сапаға мән беріле отырып, осындай бір сарапшылардың жасаған ұйғарымы, осындай бір шешімі екен. Енді бүгінгі болған оқиға, инцидент нені көрсетуі мүмкін? Бүгінгі болған оқиға ол оңтүстік Кореяның батысқа барынша қару-жарақ деңгейінен, әсіресе ПВО жүйесін қалпына келтіру, ПВО жүйесін арттыру бойынша батысқа тапсырыс бере түсетінін көрсетеді. Себебі Сеул маңына дейін солтүстік Кореяның дрондарының жетуі, оңтүстік Кореяның ПВО жүйесі заманауи болғанына қарамастан әлі де дамытуды, әлі де алға жылжу процестерін жалғастыруды қажет екенін түсіндіріп берген оқиға болды деп айтсақ болады. Ал солтүстік Корея, оңтүстік Кореяның заманауи қаруларын, әсіресе ПВО жүйелерін жаңағы алдай алатын ПВО жүйелеріне түспейтін тактика қолданылатын әдіс тәсілдерді қолдану мүмкіндіктерінің бар екеніне көз жеткізген сияқты. Бұл өте үлкен қауіпті процестердің бірі, себебі бүгінгі инцидентке байланысты солтүстік Корея билігінде, солтүстік Корея мемлекетінде өзінің әскери потенциалына, өзінің әскери мүмкіндігіне деген сенімділіктің артуына әкеліп соқтыру әбден ықтимал. Ал сенімділік артқан сәтте екі мемлекеттің арасында, жауласушы тараптардың арасында қақтығыс болу ықтималдылығы да арта түсетіні бесенеден белгілі. Енді екі Кореяның арасында соғыс болатын болса, ол сөзсіз Украина мен Ресей соғысына да тікелей әсер етеді. Себебі Америка құрама штаттарының Корея алдында, яғни оңтүстік Корея алдында берген құжаттық негіздегі міндеттемелері бар. Оңтүстік Кореяны қорғау, оңтүстік Кореяның астанасы Сеул қаласының қорғанысын жүзеге асыру деген сияқты. Сондықтан да Америка құрама штаттары
Украина соғысына беретін көмекті азайтып, Корей түбегінде болуы мүмкін қақтығыстарға алаңдай бастауы ықтимал. Сондықтан Корей түбегіндегі соғыс Киевке кері өзінің әсерін тигізеді деп айтсақ болады. Бұл соғысқа сөзсіз Қытай билігі де араласады, себебі Солтүстік Кореяның алдында Қытайдың да бейресми өзіндік міндеттемелері бар. 2023 жылы екі мемлекеттің арасында, яғни Корея Халық Демократиялық Республикасы мен Корея Республикасының арасында қақтығыс ушыға түсетін сияқты. Қазіргі болып жатқан зымыран сынақтары мен бүгінгі болған оқиғалар соның бір дауылпаз сияқты, дауыл алдындағы дауылпаз сияқты бір ескертпес деп түсінсек те болады. 2023 жыл тек қана Украина мен Ресейдің арасында қақтығыс емес, сонымен қатар Корей түбегіндегі ушығу, Тайвань маңындағы Қытай мен Тайваньның арасындағы қақтығыстардың ушыға түсуі және бұл процестерге Америка Құрама Штаттары мен Жапонияның да килігу процесіне жалғасын тауып, геосаяси әлемдегі температураның қыза түскенін көретін сияқтымыз. Қысқаша айтқанда осы, сау саламатта болыңыздар.